Hello students. Now let's start today's lesson, present simple and the present continuous. Exercise 1, read the theory and say the examples in the language. Find examples in the text on page 6. We use the present simple to talk about permanent states and general truths. For example, Amir plays in a football team. The sun rises in the east. Яғни біз осы шақты тұрақты затты айтатын кезде, жалпы шындықты айтатын кезде қолданамыз. Мысалға, Амир футбольный командада ойнайды, яғни екінші сөйлемде күн шығыстан шығады. Бұл яғни бізде не тұрақты факт, мысалға. Habits, routines, яғни әдеттер мен рутиналар. Рутиналар біз күнделікті іс-әрекеттер қайталанатын, I play tennis every Saturday. Мен әр жексенбі сайын теннис ойнаймын. Timetables, яғни кесте бойынша. The Salla group starts at 7 p.m. Мысалға, бір өздеріңіздің кестелеріңіз айтатын кезде, ол мысалға дүкен мынанша уақытта ашылады, мынанша уақытта жабылады деген секілді, соны қолданған кезде қолданамыз. Time expression is every day on Mondays often, яғни біз осы шақты қолданатын уақытты түсіндік деп ойлаймын. Келесі, we use the present continuous to talk about, яғни біз дәл қазіргі болып жатқан іс-әрекеттерді айтатын кезде қолданамыз. Actions happening now дейді, around the time of speaking, яғни не көріп тұрмыз, не істеп жатырмыз, не сөйлеп жатырмыз, сол кезде қолданамыз. Екінші, future arrangements, яғни болашақтағы шаралар, жоспарлаған іс-шараларды айтатын кезде. I'm going to the match tomorrow, мен ертең матчқа барамын деген секілді. Temporary situations, уақытша ситуациялар. Jane is working in a leisure center for the summer, яғни осындай сөйлемдерде қолданамыз. Және оны біз қалай анықтаймыз? Time expressions, now, at the moment, at present, яғни дәл қазіргі сәтте деген сөздер арқылы оны анықтауға болады. Note, some verbs don't have continuous form because they describe a state rather than action. Want, like, love, hate, know, believe, need. Осы етістіктерге біз балалар ing жалғамаймыз. Қасындағы негізгі қосыланып тұрған етістікке жалғаймыз, Және де present continuous қалай жасалады? To be subject plus to be plus verb ing, verbқа ing жалғаймыз. Енді балалар сіздерге осы шақ созылыңқы осы шақ түсінікті болса, осы шақтарға байланысты жаттығуларды орындаймыз. Енді бірінші жаттығуда бізге айтқан 6-шы беттегі мәтіннен дейді мысалдарды жазамыз, мысалға мен сіздерге жаздым. Is raining happening now? Is chasing happening now? Яғни, әр сөйлемдегі етістіктерді ол present simple'да ма, present continuous'та ма анықтаймыз, және де оны анықтап қана қоймай, оның ішінде қалай ол әдетке жата ма, жалпы шындыққа жата ма, мысалға дәл қазіргі болып жатқан іс-әрекетке жата ма, болашақтағы жоспарланған іс-шараларға жата ма, немесе temporary situations деген секілді балалар өзіміз солай талдап жазамыз. Next, exercise 2. Complete the gaps with the present simple or present continuous forms of the verbs. Give reasons, reasons, яғни балалар қарамен жазылған сөздер, етістіктер тұр, сол етістіктерді, яғни осы шақ немесе созылыңқы осы шақ сөйлемнің мағынасына қарай дұрыс нұсқасын қойып жазуымыз керек. John sometimes plays golf on Sundays and is reading a book in her room now. Do you like collecting stamps? Jen and Bill are going kart racing tonight. Осылай жалғастырып дұрыс нұсқасын жазып шығамыз. Exercise 3. Put the verbs in brackets into the present simple or the present continuous. Тура жаңағыдай тапсырма, тек бұл жерде біздер email берілген, қарамен жазылған етістіктерді дұрыс нұсқасын қоюымыз керек. Hi Susie, thanks for your email. I am very busy today. My little brother is having a fancy dress party for his birthday tomorrow. So mom is tidying the house and I'm making my brother's costume. He wants to be a pirate. Well, I must go now.
that needs some help in the kitchen. Yeah, осылай балалар әрі қарай жалғастырып жазып шығамыз. Дұрыс нұсқасымен осы шақ болуы мүмкін, немесе созылыңқы осы шақ болуы мүмкін. Біз екеуінің де қалай жасалу керектігін жақсы білеміз. Сол осы жаттығуды толықтай аяқтап шығамыз. Singular plural nouns, жекеше көпше түрдегі зат есімдер. Some nouns take a plural verb. These are clothes, police, people, customers, earnings, goods, outskirts. My clothes are on the bed. Яғни балалар осы сөздерді жаттап аламыз. Бұл сөздерге біз көпше түрде тұрған етістікті пайдаланамыз. Some nouns take a singular verb. Also they have a plural form. These are news, athletics, gymnastics, billboards, stars, measles, masses, physics, economics, politics, and collective nouns, money and language. Бұл сөздерге балалар біз жекеше түрде қолданамыз. Көп оқушылар осы жерден қате жібереді, өйткені S тұрғаннан кейін біз миымызбен мысалға сразу ойлаймыз, ол жекеше түрде көпше түрде тұрған сөз деп. Бірақ сөйтіп біз көпше түрде тұрған етістікті пайдаланамыз, етістікті. Сонда бұл жерде біз жаттап алу керекпіз. Бұл жерде жекеше тұрған етістікті пайдаланамыз. The news is on TV every night at 8. Pair nouns, яғни pair деген сондай жұп. Мысалға jeans, glasses, pajamas, scissors, shorts, ties, trousers, jeans шалбарлар мысалы екі балағы болады. Қайшының екі қайшылайтын жері болады, колготкенің екі аяғы балағы болады деген. Бұл жерде бізде көпше түрде қолданамыз. My jeans are бір киім, бірақ біз көпше түрде қолданамыз. My jeans are in the luggage деген секілді. Group nouns, class, company, family, government, group, can take either a singular or a plural verb. The team are wearing blue t-shirts and shorts. The team as of individual people. Яғни бұл жерде балалар команданың ішіндегі барлық жеке-жеке адамдар ғой, сол үшін көпше түрде the team are wearing blue t-shirt and shorts. Екінші нұсқасында the team is coming tomorrow. Команда ертең келеді. Мысалға командалар болатын болса the teams are coming tomorrow болатын болса, командалар мысалға бір жарыс болатын болса, көп команда болады. Мысалға біреу бір қаладан келеді, екінші басқа қаладан. Ол кезде командалар. Ал команда келе жатыр болатын болса, ол бір команда. Сол үшін жекеше түрде тұрады. Бұл жерде the team is a group деп отырғанымыз осы балалар. Енді бұл жерде бұл ақпараттың бәрін біз жаттап алсақ, жақсы есімде сақталады және осыған байланысты жаттығу орындаймыз. Exercise 4. Read the theories and choose the correct item. The police are on the way. R is the right answer. Physics is my favorite school subject. Your news is very interesting. Your trousers are dirty. Darts is my favorite game. Your glasses are on the desk. Where is the money? The shorts are in the washing machine. Family is very precious to me. There are people outside the stadium. The lesson is over. See you soon. Enjoy your study. Goodbye, children.